сәлем. Осындай тәтті вишня қосылған шварцвальд тортын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 6 жұмыртқаны жарамыз және де 180 грамм шекер қосып, миксермен 1-2 минуттай араластырамыз. Одан соң астына ыстық су құйылған ыдыс қойып, тағы да 5-10 минуттай смесь үлкейіп, қою болғанға дейін араластырамыз. Ыстық су құю себебі солай шекер тез еріп, жұмыртқа екеуі тез араласып, осындай пышный болады. Сместі осындай қою, созылмалы болғанға дейін взбивать етеміз. Енді үстіне 140 грамм ұн мен 40 грамм какаоны ситадан өткізіп аламыз да, осындай лопаткамен пенкасы басып қалмас үшін ақырындап араластырамыз. Үстіне 50 мг сүт, 50 грамм ерітілген сары май салып, жайлап сәл-сәл араластырып жібереміз да, формаға құйып, 170 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 50-60 минутқа жібереміз. Дайын болғанын ағаш палочкамен тексереміз. Бисквит дайын болды. Оны суытып алып, 3 бірдей бөлікке бөлеміз. Менде арнайы пышағы жоқ, сондықтан пышақпен айналасын айналдырып кесіп алып, осылай жіппен тегіс қылдырып бөлемін. Кремін дайындау үшін 400 грамм 33% сливкиді 40 грамм шекермен қосып, қою крем болғанға дейін араластырамыз. Креміміз дайын. Тортымызды енді құрастырамыз. Бірінші коржикті қоямыз да, кремді аямай жағамыз. Бетіне свежий вишняларды қоямыз. Я болмаса варенье вишняларын салуға болады. Мен вишневое варенье салып отырғасын коржиктарға сироп жақпадым. Свежий вишня салатын болсаңыз, коржиктарға сироп жағып алсаңыз болады. Сонда торттарыңыз жұмсақ әрі влажный болып шығады. Вишняларымыз салып болған соң бетіне келесі коржигімізді қоямыз. Дәл жанағыны қайталаймыз.
тортымыздың бетіне какао немесе шоколадная стружка себеміз. Торттың бетін әртүрлі жеміс-жидектер қойып әсемдесеңіз болады. Тортымыз дайын. Тортты бірнеше сағатқа холодильникке салып қойсаңыз күшті болады. Ас болсын. Видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыз.